Армысыздар, ардақтағы ағайын, сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері. Күн шығулалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқтаңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Елімізде қазақ журналистикасының қалыптасып қана емес, оның кең құлаш жайып өркендеуіне өзіндік үлес қосқан жандар аз емес. Олардың арасында қаламына іліккен тақырыптары өзектілігімен, сондай-ақ мазмұнының тереңдігімен ерекшеленетін Ақан Ташметовтың өзіндік орны бар. Жуырда ел алдында, халық арасында жүрген білікті журналист 70 жасқа толды. Сондықтан кезектегі бағдарламамызда қарымды қаламгер, ардагер, білікті журналист, сондай-ақ публицист Ақан Рахманұлының еңбек жолына арнаймыз. Ассалаумағалейкум ағай. Амансыз ба? Мереке құтты болсын. Деніңіз сау ма? Біздің пайымдауымызша, сіз осы ортада, осы ауданда туылып өстіңіз. Осы жерде еңбек жолын бастадыңыз. Солай ма? Қайталанбас сұлулығы бар Бостандық ауданының табиғаты сіздің журналист болып қалыптасуыңызға ықпалын тигізді ме екен? Қалай ойлайсыз? Енді кез келген шығармашылық иесі, қолында қаламы жоралаған журналист, әлде жазушы, ақын болсын, ол ең алдымен отанын, туған жерін, елін жырлайды ғой. Сондықтан ол бұлақтың таудан бастап алатындай, ол да өзінің елінен, туған жерінен бастап алып, шығармашылығын дамыта береді. Енді бұл туралы айтатын әңгіме көп, үлкен, оны 1 минут, 2 минуттың ішінде аяқтауға болмайды. Енді қолдан келсе, оны мүмкін кітап бетінен, әлде журнал бетінен айтайық, енді газет бетінен көрініп жүрміз ғой. Енді ол азын-аулақ көп емес, бірақ айтатын нәрсеміздің бәрі іште жатыр. Ол сырда, ол айтылатын әңгімеде келешекте жарыққа шығады, оқырмандар оқиды, сол уақытта өздерінің тілектерін, жүрек жарды сөздерін айта жатар. Оған әлі уақыт бар сияқты. Енді менің алғашқы кітабым көкжиектер деп аталатын еді. Сол көкжиекті негізінен жаңағыдай шығармашылық жанрлардың үлгілері, айтайық, очерктер, толғаулар, репортаждар берілген болса, ендігі міне оның заңды жалғасы ретінде Асулар атты кітабым жарыққа шыққалы тұр. Бұл кітап жан-жақты, толығырақ, көп тақырыптар кеңірек қамтыған шығарма болады. Аманшылық болса, биыл жаңарылға дейін қолдануға тиіп қалатын шығар. Кейіпкеріміздің балғын балалық шағы Тянь-Шань тауларының батыс бөлігіндегі Көктекше тауынан бастау алатын. Ақсағаты өзенінің орта ағысына орын тепкен Аядай ғана ауылда өтті. Ақан ағай журналист, ол қырағы көзді, терең ойлы, жан-жақты саланы меңгерген болады. Сіздің сондықтан мынау өзіңіздің туып өскен ауылыңыздың тарихын білмеуіңіз мүмкін емес. Сол жайлы мәлімет беріп өтсеңіз, туған жер жайлы. Әрбір адам өзінің өскен жерін, туған жерін, әйелеген бесігін ұмытпайды ғой. Сол сияқты біздің де аяғымыз шақшамға тартып тұрады. Шақшам жігітіміз, шақшамның тумасымыз, балалық шағымыз осында өткен, осында мектепте оқығанбыз. Енді айта берсем сөзге, бірақ менен де артық түсіндіретұғын мына қарсы оң жағымызда шаңырақ тұр. Осыған бір кірсек, айна қатесіз бұл қолмен жазғандай түсініп аламыз. Мұражайда осы Шақшам еліне қатысты тың деректердің бәрі бар. Білем деген адам әрдайым келіп танысса болады. Мысалы, өзімнің алғашқы газеттің достық туы туралы арнайы бұрышы бар. Мұны қазір соны көреміз. Мұны көрдіңіздер ғой. Қай-қайты мені суретін шығарып қойыпты. Мына жерде менің өмір баянымды беріпті. Ол менің өмір баяным емес. Бостандықтағы қазақ баспасөзінің, Өзбекстандағы қазақ баспасөзінің тарихы десек болады. Ақан ағай, мынау Шақшам ауылының атпал азаматтарының арасында сіздің әкеңізді көрдік. Ол кісі осы ел басқарған азамат дейді ғой, осы ауылда. Оның рас. Менің әкем Рахман Ташметұлы осы ауылды гүлдендіру үшін, осыны тиесілі дәрежеге жеткізу үшін, халықтың тұрмысын жақсарту үшін ол қолынан келгеннің бәрін істеді. Осы біздің Шақшам ауылы бір кезде Қожакен совхозының 5-ші бөлімшесі еді. Ол кісі сол бөлімшенің алғаш бригадир ретінде, одан кейін басқарушысы ретінде еңбек етіп, өмірінің соңына дейін былайша айтқанда қарттық зейнетке шықпай көз жұмып кетті ғой. Сондықтан бұл адамның еңбегін ауыл азаматтары ешқашан ұмытпайды. Қай жерде жүрмесін, сен Рахманның баласысың ба дегеннен кейін, иә десем, енді айта берсең сөзге, шынымен әкемді мен мақтан тұтамын. Адам өткен күнін еске алғанда, ол білім алып зейінін ашқан киелі қара шаңыраққа көз салмау мүмкін емес. Міне менің сүйікті мектебіме де келдік.
Әлі есімде 1966 жылы осы өзімнің 109 шақшам сиырлығы мектебі туралы Қазақстан пионеріне менің мектебім атты мақала жаздым. Енді одан өзімнің хабарым жоқ. Бір күні оқуға келсем, ду-ду, анау құттықтайды, мынау құттықтайды, не екен деймін. Сөйтіп бір уақытта қарасақ, линейкаға шақырып жатыр деді. Бәріміз линейкаға шықтық, мектептің ауласына толы оқушы, оқытушы, мұғалім. Сосын бір уақытта директорымыз Тұрдықұл Бимұрзаев деген ағай ортаға шықты да, сендер білесіңдер ме деді. Бәрі үн-түнсіз. Қазақстан пионерде не дейді әлі? Аханның мақаласы шығыпты деп қояды. Мынау өзіміздің Аханның дейді. Менің мектебімдегі мақала шығыпты да, біздің мектеп туралы жазыпты дейді. Сонда бұрынғы ескі мектебіміз бар еді, ол ілгері атқора болған. Соның орнына жаңа мектеп салынып, жаңа мектепке енді кіргенбіз. Соның қуанышы ғой енді. Бәрі ұлатып, қол соғып жатыр. Жаңағыда біреулер құтты болсын айтып жатыр, өзі үндемей тұр. Енді газетке деген құлшынысым, ынтам сол уақытта басталған болса керек деп ойлаймын ғой. Менің осы әдебиетке, газетке деген құлшынысымды оятқан сол Тұрлыбек Нөсер деген ағам еді. Осы орта, осы иә, осы мектепте осыда туылған барлығы. Сондықтан мен бұны қара шаңырағым деймін. Енді әзіргі мектеппен бұрынғы мектеп салыстыруға болмайды. Өйткені қазір бәрі жаңаша. Мына үкімет, мемлекет қандай тамаша қамқорлық жасап, жастар оқысын, оқушыларымыз білімді болсын, жоғары деңгейлі білім берейік деп тамаша міне. Санасыңдар ма? Істерің алға баса берсін. Самат ба. Мына өзім сүйікті мектебіме келдім деп отырмын. Сендер көріп кеткелі, лебіздеріңді естігелі. Ағамыздың осындай жетістіктерге жеткеніне өте қуаныштымыз. Ағамызға тілейтініміз отбасына ең біріншіден денсаулық. Адам үшін ең керекті болған денсаулық. Осы барлығы болады. Бақыт тілейміз, байлық тілейміз, береке кетпесін отбасыңыздан. Жеңгем екеуіңіз қоса қатайып, өмір тұрғанша тұрыңыздар. Бала-шағаларыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызықтарын көріп, ешқашан мұң көрмеңіз. Жүзіңізде әрқашан қуаныш болсын. Мына Ахан ағамыз сияқты біздің мына жас ұрпақтарымыз сізге ұқсаған өнеге бола берің, үлгі бола берің. Жұғысты болсын сіз сияқты. Айтқаның келсін. Ауылдан осындай, кішкене ауылымыздан сіз сияқты білімді, жан-жақтама дейді, 8 қырлы, 1 сырлы болған жастарымыз көбейе берсін, еліне, жұртына пайда тиетін. Тек қана жақсылық тілеймін барлығыңызға. Ағамыз Ахан Ташметов өзіміздің осы Бостандық ауданының тумасы, бірінші жұмысын Бостандық ауданындағы коммунизм үшін газетінде 14 жыл еңбек етіп, оның мен мектепте жүргенде ғана шығармаларын көп оқыр едім. Ол кісі содан кейін көтеріліп, Өзбекстандағы ең алғашқы Достық туы газетінің редакторы болды. Одан басқа әдеби кітаптар, шығармалар жазып, мәдени салаларында көп еңбектері сіңген. Қазіргі күнде де ол кісі құры тұрмайды. Мектеп кітаптарын шығарып, баспалардан аударма кітаптар жазып, еңбек етіп жатыр. Жылдар бойы баспагерлікпен айналысып, 5000 табақтан астам қолжазбаны редакциялап, кітап етіп шығарған Ахан Ташметовтың қажырлы еңбегін шығармашылықпен айналысатын әрбір өзбекстандық қаламгер жоғары бағалайды. Ахан Ташметов дегенде Өзбекстандағы қазақ баспасөзінің бір егізінің сыңары деп айтуға болады. Артына қараса, мысалы 70 жасқа келген Ахан ағай ұялмайтындай із бар. Тарихта орны бар, ой балар орны бар. Өйткені Өзбекстан қазақтарының ішінде, қалам ұстағандардың ішінде ең біліктісі де, ең сауаттысы да, ең қазақ баспасөзіне еңбегі сіңген де азамат деп мен осы Ахан Ташметовті айта алар едім. Достық туы газетіндегі еңбегін көріп, сол кезде мүйізі қарағайдай профессорлардың материалдар келетін. Соны өңдеп, сол профессормен деген қазақ филология факультетінде жұмыс жасап жүрген ағалар, олар мені кешірсін, бірақ солардың
жазғаны редакциялайтын, солардың жазғанынан Ахан ағайдікі көшілгер болатын қаламы да. Енді айтайын дегенім, Өзбекстан қазақ мектептеріндегі оқулықтарға да өте сүбелі үлес қосты Ахан Ташметов. Мен айтар едім, осы Өзбекстандағы қалам ұстағандардың ішіндегі ең сауаттысы Ахан ағай деп айта аламын. Ахан ағайдың шығарған кітаптарында бір грамматикалық қате де кетпейді. Өзбекшеден қазақшаға қандай әдемі тәржімелейді. Біз сол оқулықтың дер кезінде мектепке жетуін ойладық сол кезде. Енді қазір мен айтам, Ахан ағайдың еңбегіне баға берсем, табандылықпенен қалам ұстап, табандылықпенен, отансүйгіштік қасиетіменен сондай еңбек етті деп ойлаймын. Өсіп өнген әулетте туып, елге елеулі жандардан тәлім тәрбие алған Ахан Рахманұлы үшін қара шаңырақ қашанда ыстық. Бір әке, бір шешеден 3 жыл 4 қыз едік. Шешеміз тамаша дауысты ән салатын адам еді. Әкеміз Рахметовтың өнері осы қалам сүйкету ол кісіде болған екен. Осы Ахан ағай екеуміз сол кісінің жасырылып жататын дәптерін тауып алып талай оқыған жайларымыз да бар. Сөйтіп бір мауқымызды басатын бір уақыттар болған. Кеш болды, қара шырақ жағылады, керосинде или жаңа соляркіде демекші. Сөйтіп шешеміз Рахмет айтатын еді, ойбай, шырақты өшіріңдер, керосинде екінен қоңдар деп. Сондай уақытта жаңа қызық дегенім, бұл кісінің бүйтіп, сіздерді бала болғандар білесіздер, былай ғыжылдатып жағатын фонарик болатын еді. Механический, оны әшейін сөзді ғыж-ғыж деп айтатын еді бәрімізде. Сол көрпені жамылып, ғыж-ғыжын жағып кітап оқитын еді бұл кісі деймін де. Осы кісіден бізге жұқтау деймін, өзім жалпы былайша. Осы кісі жаңағы кітапқа құмарлығы, жазушылыққа бейімділігі бізге де шын-мына жағып, бізді де соған бауырап кеткені содан болса керек деп ойлаймын. Адам ұрпағымен мәңгі дейді білгендер. Ахан ағай отбасы мен балаларының бақыты үшін бар мүмкіндікті пайдаланды. Сондықтан болар жұбайы Қалдыгүл Ташметова мен ұл қыздарынан өрбіген немерелерінің құшағында қоса қартаюда. Осындай жұбайым барына мыңда бір үшкіршілік, соны әке-шешесі дүниеге келтіріп, кейде енді Ахан ағайыңыз көбінше жұмыста болатын, не бір қиындықтармен осы газеттерді жұмысын істеп, осы достықты газетін қиындықпенен шығарған ғой бұлар. Ұлым ұл болды, қыздарым қыз болды, небере сүйдім. 11 неберем бар азыр, шөберем бар, шөбере келін алдық. Біздей бақыттадан болмаса керек деп ойлаймыз. Мен әкемнің бойында батырлық та бар, білімділік те бар, қайсарлық та бар өз кезегінде. Әкемнен үйренеріміз де біздің көп. Әкем бізге өмірде қандай адам болу керек екенімізді кішкентайымыздан құлағымызға құйып өсті. Ең алдымен адам білімді болу керек. Оқысаң, бір маман иесі болсаң, сол өмір жолыңда өзің нан табуды үйретті. Мектеп кезімде, балалық кезде бір шығарма жазғанбыз. Мен кім болам деген тақырыпта. Сол кезде мен есімде, мен журналист болам деген. Осы әкемнің жолын қуып, осы журналистика саласында жұмыс жасау арманым болды. Сол демекші, сол арманның артын қуу мақсатында журналистикада оқыдым, магистратураны аяқтап, сосын Республикалық Нұрлы жол газетінде жұмыс бастадық. Әр адам өз әкесін қандай болады десе, мен әкемді айта аламын, нағыз тәрбие беретін, біреуге бір үлгі ететіндей әкенің орнын басқан адамның бірі. Осы Өзбекстандағы қазақ ұлтына өзінің қосқан үлесі өте мол. Ол газет жолында болсын, ол мектептегі оқулықтары болсын, жан-жақты өзінің қосқан үлесі мол адам. Алға қойған мақсат мұратыңызға жеттіңіз бе? Адамның жас кездегі арманы бөлек, орта жастар кездегі арманы бөлек, қартайғандағы арманы бөлек болады екен ғой. Сондықтан сол 3 арманды 3 кезеңге бөлемін мен. Жастайғы арманым ел көзіне танылған, ысылған, қаламы әбден төселген журналист болғым келіп еді. Ол дәрежеге жеттім. Екінші кезекте жаңағы өзгелерге ақыл айтатындай, өмірден алған өнегеңді жеткізіп бере алатындай бір
ұстаз болғым келіп еді. Ол мақсатыма да жеттім. Ал үшінші кезең міне қатты кезең басталды. Енді өткен өміріме кейде барлай қарап отырып, өзіме өзім сұрақ қоямын. Мен мақсатыма жете алдым ба? деп. Сосын ақырын ойланамын да, сен мақсатыңа жеттің деймін. Бірақ адам қанша мақсатқа жеткен сайын, алға қарай ұмтылған сайын, оның алдан тағы да жаңа мақсаттар, жаңа тілектер, жаңа армандар шыға береді деген ғой. Қазіргі алға қойған мақсатым бұдан былай қолымнан келгенінше сол көркем әдебиетті, жазба әдебиетті, соның ішінде поэзияны көбірек насихаттасам, көбірек тәлімдік, тәрбиелік нәрселер берсем, жас ұрпаққа тек мақсатқа әдебиет арқылы ғана, көркем өнер арқылы ғана жетуге болатынын көрсетсем, дәлелдесем деймін. Әлі де білімге, біліктілігін арттырмаққа құштар Ахан ағайдың алдағы шығармашылық жұмыстарына толағай табыстар, ал отбасына тыныштық пен амандық тілеп қаламыз. Қанымда қасиетің, жадымда өсиетің, алыбым асқар тауым басиетін әке. Тілекшім өмірдегі, жүректің төріндегі, шуақтан қуат алдым көзіңдегі әке. Шұғылам жарқыраған, құбыла қалпың маған, теңіздей терең ойлым сарқылмаған. Мен үшін менің әкем, мен үшін менің әкем алтын адам. Именіп қабағыңнан, үйрендім сабағыңнан, қасыңда қанаттанды бала қыран әке. Сүрінбей аламанда, келеді балаң алда, шықпаймын намысыңды додаларда әке. Шұғылам жарқыраған, құбыла қалпың маған, теңіздей терең ойлым сарқылмаған. Мен үшін менің әкем, мен үшін менің әкем алтын адам. Шұғылам жарқыраған, құбыла қалпың маған, теңіздей терең ойлым сарқылмаған. Мен үшін менің әкем, мен үшін менің әкем алтын адам. Жарқыраған, құбыла қалпың маған, теңіздей терең ойлым сарқылмаған. Мен үшін менің әкем, мен үшін менің әкем алтын адам. Шұғылам жарқыраған, құбыла қалпың маған, теңіздей терең ойлым сарқылмаған. Мен үшін менің әкем, мен үшін менің әкем алтын адам. Мен үшін менің әкем, мен үшін менің әкем алтын адам.